Өнер халықты эстетикалық адамгершілікке тәрбиелеудің аса маңызды құралы. Әсіресе театр өнері қоғамдық ой-сананың негізін құрап, адамға рухани байлық сыйлайды. Жақында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде шаңырақ жастар театры ашылды. Ендеше сол театрдың тыныс-тіршілігімен бірге таныс болайық. Театр жабырқаған жүдеу жүректерге жылу сыйлайтын, кей кезде төбеңді көкке жеткізердей қуанышқа, шаттыққа кенелтетін, көңіл құсын шартарапқа құйқылжытар адам жанның айнасы. Осындай асыл ойларды өнеріне қазық қылған өнер сүйер жас өрендердің басын бір ордаға біріктірген Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі шаңырақ театры. Театрдың көркемдік жетекшісі Айсәуле Әбешқызы. Жастар өзінің өмірден өзінің орнын табамын десе, өзінің сөйлеу шеберлік қасиетін дамытамын десе, өмірге деген көзқарасын тереңірек оятамын десе, өмірге өзінің құлшылық қасиетін, елді, жерді қалай сүю керек екен, өзінің отанын қалай қорғау керек екен, соған негізі жастарды тәрбиелейміз театр. Негізінен театр 2001 жылы жас өркен деген атпен ашылған болатын. Кейін араға бақандай 11 жасалып, белгілі бір себептермен өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болады. Шаңырақ театры біршама студенттердің арманын орындап, университет ректоры Хусайын Валиевтің қалауымен осы жылы қайта ашылды. Театр құрудағы мақсат жастарды өнерге баулу, талантын шыңдау, адамгершілікке тәрбиелеу. Міне бүгін қуанышпен бағыштаймын жүрегінің, егемен боп қалды ғой қазақ жері. Құтты болсын тәуелсіздік туған күнің. Театр актерлері, оқу орнының студенттері. Университетіміздің шағын өнер ордасында негізінен 50 бала қатысады. Қазіргі күні 20-ға жуық өнерпаз тәуелсіздік күніне арналған қойылымға қызу дайындық үстінде. Мен осы Қостанай мемлекеттік университетінің шаңырақ театрымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызды 13 желтоқсанда болатын қойылымға келіп тамашалаңыздар болады. Енді бұл театрдың ашылу басты себебі осы жоғарғы ағаларымызбен және де Айсәуле Әбешқызының қолдауымен болып жатқан жайы бар. Және де студенттер, мен деген студенттерді өмірге болашаққа дайындап жатқан жайы бар. Шаңырақ театрының алға қойған мақсаты биік. Келемдеуші жастарға театр есігі әрдайым ашық дейді театр жетекшісі Айсәуле Әбешқызы. Арай Жеңіс, Дәуренбек Сираж, арнайы жастар ТВ үшін.